Анам, әкесі Садықтың, мен келіндерді көшеде жолықтыра қалсам, түстеп танымаймын дегенді айтып отырушы еді. Мен таң қалып апамнан, апа, келіндерін қалай танымайды? Бетіне қарамай ма сонда? Деп сұрақ қойсам, қарамайды, әдейлеп қарамайды. Ол кездің адамдары басқаша еді ғой жарықтық деп жауап беретін. Қандай биік құрмет, терең сыйластық айта береміз ғой, бірақ түсіну қиын. Өйткені ол деңгейден, парасаттан айырылып қалдық. Апамның тағы бір айтқаны, әкесі Садық өмірден өткенде ағайынның бір келіні. Атам жарықтықтың түрін еш болмаса бір ретте көрмеппін. Еш болмаса әл үстінде жатқанда кіріп қоштассамшы, соныма өкініп, есіме түссе өзегім өртенеді деген екен. Тілмен айтып жеткізу қиын құрмет һәм сыйластық. Біз бұл биік үлгіні көре алмадық, анық түсіне де алмаспыз. Анамның өз аузынан естіген естелігім ғой деп жазып қоюды жөн көрдім. Әйтпесе айырылып, енді қолымыз жетпес құндылық екенін біліп ақ отырмын. Абай Қалшабек ағамыздың әңгімесінен.